әуе шары адам баласының ең алғашқы сәтті ұшу аппараты. Жұмыс істеу принципі физикадағы Архимед заңына негізделген. Шардың ішіндегі ыстық ауа сырттағы суық ауадан жеңіл болғандықтан, ол жоғары көтеріледі. Тарихы: алғашқы әуе шарының 783 жылы ағайынды Монгольфийлер, Франция ойлап тапқан. Ең алғашқы жолаушылар қой, үйрек және әтеш болған. Басқару: әуе шарын рульмен басқару мүмкін емес. Ол желдің бағытымен қозғалады. Пилот тек оттықтың көмегімен ауаны жылытып, биіктікті жоғары төмен ғана реттей алады. Ұшақтар ауадан ауыр, бірақ қозғалтқышпен қанаттың көмегімен ұшатын аппараттар. Жұмыс істеу принципі: мұнда ең басты рөлді аэродинамикалық күш атқарады. Ұшақ алға жылдам қозғалғанда, қанаттың астыңғы және үстіңгі бетіндегі ауа қысымының айырмашылығы оны аспанға көтереді. Тарихы: 1903 жылы ағайынды Райттар алғашқы басқарылатын ұшақты сәтті сынақтан өткізді. Түрлері: жолаушылар ұшағы, адам тасымалдауға арналған, мысалы, Boeing, Airbus. Жүк ұшағы, ауыр техника мен тауарларды тасуға арналған. Әскери ұшақтар, жойғыштар мен бомбалаушылар. Қызықты деректер. Ең жылдам ұшақ Lockheed Su-71 Blackbird, оның жылдамдығы сағатына 3500 км-ден асады. Әуе шарымен әлемді айналу: 1999 жылы Бертран Пикар мен Брайан Джонс әуе шарымен тоқтаусыз жер шарын айналып ұшып шықты. Биіктік: ұшақтар әдетте 10-12 км биіктікте ұшады, ал әуе шарлары көбіне 1-2 км биіктіктен аспайды, рекордтық көрсеткіштерді есептемегенде.